Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз жер тарихының шежіресімен танысуын жалғастырамыз. Бүгін сабақта мезозой және кайнозой замандарымен танысамыз. Дәптерлерін ашамыз және бүгінгі күнін жазамыз. Және бүгінгі тақырыпты мезозой және кайнозой замандарында жерде тіршіліктің пайда болуы. Біріншіден геохронологиялық шкаланы естеріне салайын. Біз анау сабақта архей, протерозой және палеозой замандарын өттік. Енді бүгінгі мақсатымыз сабақта мезозой және кайнозой замандарын өту. Мезозой заманы ұзақтығы 150 мың жыл болған, миллион жыл болған. Осы заманда 3 кезең болған, ол триас, юра және бор. Триас кезінде көптеген қосмекенділер қырылып қалды, жойылды, споралы өсімдіктер, ашық тұқымды өсімдіктер пайда болды. Жыртқыш және шөп жейтін бауырмен жорғалаушылар көбейді, жылы қанды жануарлар көбейді. Юра кезінде динозаврлар ауа және су ортасында мекендейді. Құстар пайда болды, алғашқы құс ол археоптерикс. Үлкен динозаврлар 30 метрге дейін ұзындығы пайда болды, ашық тұқымды өсімдіктер дами бастады, тұқыммен көбейе бастады. Бор кезінде гүлді өсімдіктер дами бастады, әр түрлі сүтқоректілер пайда болды және динозаврлар жойыла бастады. Тағы да енді толығырақ. Мезозой заманы ол палеозой және кайнозой эрасының арасында орналасқан заман. Мезозой эрасын 1841 жылы ағылшын геологы Джордж Филлипс бөлген. Мезозой эрасында 10-66,3 миллион жылдар аралығында қамтиды. Онда мен айтқандай 3 кезең болған, ол триас, юра және бор кезеңдері болған. Триас кезеңі 3 деген санынан шыққан, оңтүстік Германияда табылған, Перім кезеңінің үстіндегі қабатында орналасқан. Мезозой заманда бауырмен жорғалаушылар мен ашық тұқымды өсімдіктер заманы деп атайды. Өсімдіктердің алып қырық жапырақтар, ағаш тектес қырық буындар мен плаундар бір жолы жойылып, оның орнына ашық тұқымды өсімдіктер пайда болған. Бауырмен жорғалаушылар динозаврлар, ихтиозаврлар, тазбақалар, ертедегі қолтырауындар кеңінен таралды. Дененің ұзындығы 10-12 метр болған. Дененің сыртында мүйізді қабыршақтары болған. Тұмсығы дельфинге ұқсас ихтиозаврлар пайда болған. Мынау ихтиозаврлар дельфинге ұқсас бауырмен жорғалаушылар. Юра кезеңі Франция мен Швейцарияның шекарасында орналасқан қаланың атымен аталған. Бұл кезді динозавр кезеңі деп атайды. Қорқынышты кесірткелер кезеңі. Бұл кезде аулада да, теңізде де, құрлықта да көптеген бауырмен жорғалаушылар кеңінен таралды. Динозаврлардың 250 түрі болған. Брахиозаврлар деген ірі динозаврлар болған. Олардың дене ұзындығы 30 метрға дейін, салмағы 50 тоннаға дейін жеткен. Юра кезіндегі жәндіктер. Жәндіктер өте ірі болған және алғашқы құс пайда болған. Ол археоптерикс құсы. Археоптерикс құсы бауырмен жорғалаушылардан пайда болған. Археоптерикс құсының қалдығы табылған. Ол ұша бастады, қанат пайда болды, бірақ онда әлі тістері болды, құйрығы болды. Осы құста бауырмен жорғалаушылар мен құстардың белгілері болған. Құйрығы 18-20 омыртқадан тұрған, сырты мүйізді қабықшамен қапталған. Сондықтан екі кластың арасындағы орналасқан түр деп атауға болады. Юра кезіндегі өсімдіктер әлемі.
Мында жабық тұқымды өсімдіктер кеңінен өсе бастады. Олар әртүрлі ароморфоздарға ұшырады. Спораның орнына тұқыммен көбейе бастады. Келесі бор кезеңі. Бор кезеңде бақалшақтар мен ұсақ теңіз жануарларын түзілген бор қабатын қалың болғандықтан солай аталған. Бұл кезінде гүлді өсімдіктер кеңінен таралған. Бор кезінде мысалы осындай ағаштар пайда болған: үйеңкі, терек, емен, эвкалипт, қайын, тал, жалпақ жапырақты ағаштардың пайда болғаны. Өсімдіктер тозаңдандырып, жәндіктерді және жәндікпен қоректеніп, құстардың пайда болуы себепші болған. Бор кезеңінің сонында ауа райы суа бастады, сондықтан үлкен жыртқыш динозаврлар жойыла бастады. Сосын келесі заман кайнозой заманы басталды. Кайнозой заманының ұзақтығы 70 миллион жыл болды. Кайнозой заманы 3 кезеңге бөлінеді: палеоген, неоген және антропоген. Палеоген және неоген 3-тік кезең деп аталады, ал антропоген 4-тік кезең деп аталады. Палеоген екінші атауы төменгі 3-тік кезең, сол кезде сүтқоректілер дами бастады. Неоген жоғарғы 3-тік кезең, ол кезде приматтар пайда болды. Суыққа төзімді жалпақ жапырақты өсімдіктер таралды. Адам тектес маймылдардан адам шыға бастады. Антропоген 4-тік кезең, осы кезде гүлді өсімдіктер көбейе бастады, үлкен сүтқоректілер жойылды, адам пайда болды. Қазіргі адам пайда болды. Тағы да бірінші палеоген болу керек. Палеоген миоцен мен палеоценға бөлінеді. Сосын неоген, палеоцен, эоцен, олигоцен және антропоген, плейстоцен және голоценға бөлінеді. Палеоген заманы палеоцен деп атайды, 65-55 миллион жылға дейін болған. Сол кезде климат бірте жылынды, сосын суыта бастады. Сол кезде ірі сүтқоректілер пайда болды. Келесі кезең неоген. Неоген кезеңде климат жылына бастады. Сол кезде маймылдар, біріншіден лемурдар, сосын маймылдар пайда болған. Мында көріп тұрсыңдар, әртүрлі маймылдар пайда болған. Так, олигоцен, палеогеннің бір кезеңі. Мына өсімдіктер, жануарлар сол кездегі пайда болған. Антропоген ол адам пайда болған кезеңі деп айтуға болады. Сонымен тағы да қайталап өтейік. Палеоген кезінде жабық тұқымды өсімдіктер тарала бастады, сүтқоректілер кеңінен таралды, лемур, сонан кейін маймылдар пайда болды. Келесі ол бізде неоген. Неоген кезінде қазіргі заманауи өсімдіктер пайда болды, адам тектес маймылдар пайда болды. Және соңғы кезең ол антропоген, адам пайда болды және климат суыта бастады, ол жаңа ірі сүтқоректілердің жойылуына әкелді. Осымен тақырыбымыз аяқталды. Егер осы тақырыпты тағы қайталап өтіңдер, мен қосымша лекцияны сайтқа жіберем, содан көшіруге болады, немесе мына видеодан қарап жазуға болады. Сосын қосымша үйге мынандай тапсырмалар орындау керек. Мынау кестені толтыру керек. Мезозой кезеңдері триас, юра, бор және қандай өзгерістер болған сол кездерде жазасыңдар. Келесі биологиялық диктант, осы сұрақтарға жауап бересіңдер. Және сәйкестендіру тесті. Мұнда бір ұғымдар берілген, сосын қандай кезеңге жататынын анықтау керексіңдер. Осымен сабақ аяқталды. Қосымша сайтта, кітапханада кітап бар. Сол кітапты жүктеп оқуға болады. Сау болыңдар балалар.